Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Арнама қош келдіңіздер. Бізге ең алдымен таза ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз. 2 ас қасық қант саламыз. Жақсылап веншікпен немесе миксермен жақсылап араластырамыз. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Енді аздап сүт құямыз және араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Ұнды 2 бөліп саламыз. Екі бөліп електен өткізіп алдық. Енді үстіне какаоны саламыз және електен өткізетін боламыз. Жақсылап араластырамыз. Арасында сүтті құйып отырамыз, аз-аздап құйып отырамыз. Жақсылап және араластырамыз. Сүттің барлығын құямыз. Енді ерітілген сары майды құйып, жақсылап және тағы араластырамыз. Соңында қайнап тұрған ыстық суды құямыз және тағы жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Мінекей бізде осындай масса шықты. Табан отқа қоямыз, қыздырып аламыз да аздап майлап жібереміз. Қоспамызды толықтай бір ожауды толтырып құямыз, құймақ секілді. Келесі бетіне аударамыз. 1-2 минуттай отта ұстаймыз. Неге дайын болды, барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Қажетті ингредиенттерді өлшемдермен төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Барлығын пісіріп алдық. Менде шамамен 8-10 дана шықты. Мінекей. Енді біз кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге творожный сыр және де вареный сгущенка қажет. Екеуін жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай крем дайын болды. Енді үстелдің үстіне осындай пищевой пленка немесе фольга болса, фольганы қолданыңыздар. Құймақтарымызды үстіне дәл осы видеодағыдай орналастырып шығамыз. Келесі бетіне аударамыз барлығын. Дәл осы видеодағыдай жасаймыз. Енді кремді жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне толықтай жағамыз. Қалған құймақтармен де дәл осылай жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей кремдердің барлығын жағып болдық. Енді екі шетін жай ғана басып қоямыз.
Келесі жағында дәл осылай жасаймыз. Енді рулет тәрізді етіп орап шығатын боламыз. Мінекей орап дайындап алдық. Енді 2-3 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Енді ганашын дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколад және сливки қажет болады. Екеуін бірге су буында ерітіп алатын боламыз. Енді ұсақталған арахис, яғни жаңғақты ұсақтап аламыз да шоколадымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Енді тоңазытқыштан шыққан рулетімізге жақсылап барлық жеріне құйып шығамыз. Яғни рулет салқын болып тұрғандықтан шоколадымыз бірте-бірте қатая бастайды. Жақсылап жан-жағын барлығын толықтай біріктіріп шығатын боламыз. Барлық жеріне жақ болғаннан кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа қайта жібереміз. Мінекей достар, осымен біздің құймақты рулеттеріміз дайын. Сіздер де міндетті түрде дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көріңіздер. Барлығына ұнайды деген ойдамын да, тіпті балаларға да өте қатты ұнайды. 1 минутта жоқ болып кеткен тәттілердің бірі. Қонақ күтсеңіз де үстеліңіздің сәнін келтіретіні сөзсіз, өте дәмді болып шығады. Уақытыңызды бөліп, видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, жүрекшені басып, төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.